Екіншісі енді Абу Даби плаза ғой, енді 5 жылға жақындап қалды, салынып отырғаны. Енді ұзын ғимарат қой енді. Енді оған өкпеміз жоқ, енді оны бір халықтың ақшасы салынып отырған жоқ, оны бізге берген сыйлық қой, араб мемлекетінің. Бірақ қарап қоямыз, қашан бітеді екен деп. Арасында бұлттың арасынан көрінбей қалады, кей кезде кәдімгідей ұзын болайын деп тұр, әдемі ғимарат болайын деп тұр. Мына Орта Азия емес, көптеген мемлекеттерде ең ұзын ғимарат болады. Бірақ мен жақында қасынан өтіп бара жатып, ананы салып отырған құрылысшыларды көрдім ғой. Мына Түркістан сығанақ бойындағылар білетін шығар, е? Анандай строительді көріп, мен нағып бітпей жатыр дедім ғой. Көріңіздерші, мен түсіріп алғам негізі. Мына строительдермен қалай бітпей жатыр ана ғимарат деймді. 3 өзбек шақырсаң бір коттеджін бітіріп тастайды ғой бір жазда деймді. Кілең индустар екен. Ана индийский кино жақсы көретіндер қайда, бар ма залда? Индийский актерлар жақсы көретіндер. Индияда, оказывается, миллион адамның ішінен бір әдемі жігіт тауып алып, актер қылады екен. А бізде Қазақстанда наоборот, миллионның ішінен біреу ғана түрі таксебе, и то ол біздің қанат. Мына қараңыздаршы, қаншама адам деймді. Ана ғимараттың ішінде. Негізі бар ғой, мен ойлаймын, мынандай бір формасы тауып алып бар ғой, күнде тегін әбет ішіп келуге өт. Вообще тауып алып, ешкім білмейді ғой, мына ішінде кім кетіп батырған деймді. Любой жерден бұрышта тұрасында, киімді киіп аласың, анардың қатарында еріп кетесің. Барда тамақ ішіп кел, рахат, сен қайда кетіп батырсың, сен кімсің, ешкім шаруасы жоқ деймді. Жылда 7-ші майда парад болады ғой деймді. Жан-жақтан солдаттар шақырғанша осыларды арендаға нағып ала салмаймыз деймді. Уж парад бітетін уақыт болды, мыналар әлі кетіп баратыр. Менің ойымша бұлардың дұрыс салынбай отырғаным адамның көптігінен ау деймін. Бір-біріне кедергі істеп жатқан сияқты. Ана іште қозғаламай тұратын сияқты, бір-біріне жабысып жаған. Ана балғын алып пеш, жуын тұрған балғын алып пеш, мен бара алмай тұрмын, адам көппіз ғой деп. Біреу встречный кетіп батыр, не келіп батырған. Жалғыз өзі встречный. Менің ойымша енді Индияда көп жұмыс жоқ екенді, бұл кісілер әдейі жүр ау деймін, құрсын зарплата алып жүре берекші осы жерде деп жаңа. Үйге барғанда не істейміз бәрі деп. Енді кете береді енді, ладно, жақсы. Мен неге бізде осы ЛРТ тоқтап тұр? Неге бізде осындай ғимараттар, көп ғимараттар бізде қазір тоқтап жатыр? Қазір енді міне Алтай мырзада қаншама салынбай қалған үйлерді қазір ютубтан, инстаграмнан көріп жатырмыз ғой. Неге? Өйткені бізде маман жоқ. Шетелден шақыруға тура келеді. Өйткені біз барлығымыз, бізде қазір сварщик жетіспейді, плотник жетіспейді, крановщик жетіспейді, маляр жетіспейді. Бізде көп орта білім кәсіп қызметкерлер жоқ қыңғас. Бізде барлығымыз, Аллаға шүкір, юрист, экономист, финансист, международные отношения, компьютер, мұнайшы, бұндай құрылыс саласына келгенде жоқ. Мен бірде-бір баланы естіген жоқ, мен сварщик балам өскенде деп отырған. Біз Аллаға шүкір ғой, біздің патологымыз Казгюдан бастаймыз ғой жайлап. Или Евразийский университет. Үлкен ғимараттардан. Біз ешкім колледжге барамыз деп отырған көрмейсіз. Колледж ол ең соңында, анадан түсе алмай қалып, ең соңында сол колледжге келіп тұрамыз. Біз көрдіңіздер ме? Конечно, мен кім бала, мысалы деймді, бізде қазақ өзі жалпы әдемі жерде жүрген жақсы көреміз. Әдемі ғимарат болса болды, біз ішінде не істеп жатыр, шаруамыз жоқ. Бәріміз балдарымызды министерствоға, акиматқа тыға береміз. Таныс арқылы кір. Мейлі 0,5 болса да галстук тағып жүрсе болды. Біз өзі сондай қалыппыз, жақсы жерде жүрген жақсы көреміз. Біз өзіміз солай ғой, Артемнан киініп аламыз да мегада жүреміз ғой. Просто жай тек айту. Қайда жүрсің десе мегада жүрдім деп айту үшін. Енді мынандай енді колледждарға кім барады енді, мысал деймді, қараңыздаршы, мынаған кім оқиды? Өзінің мектебінен жаман. Мына бір колледж мысал үшін. Мынау біздің Астанада емес, көп ойлап қалмаңдар, бізде бұл Қазақстан бойынша Теміртау бар ішінде, жаңағы Жезқазған. Мына колледж мысал үшін қараңыздар. Мына бір училище вообще кәдімгі сырты дегенде. Мынаған бар кім оқимын дейді деймді. Негізі мына слесарь саласы болсын, сантехник саласы болсын. Мына негізі Англияда сантехникті басқа ағылшыннан басқа өзге ұлтқа бермейді екен. Бізде бір жігіт Англияға барып келген, сонда сантехниктің шақырғанда бір акиматтан адам келіп тұрды деп ойлап шошып кеткен ғой. Ақ көйлек, галстукпен, костюм шалбармен вызывали деп. Қолында папкасы бар, чемоданы. Келгенде ашқанда ақпақ сарафанын киіп, ондағанда $500 деп кетіп қалған ғой. Сингапурда таксисті де
ешкімге бермейді, басқа ұлтқа бермейді, тек Сингапур. Өйткені ана театр начинается с вешалки дейді ғой. Театрда вешалкадан гардеробтан басталады. Бізден гардеробта сондай ғой, адамдар итермеңдерші бір-бірінде. Үлгересіңдер бәрі не болды деп ұрысып атады ғой. Уже адам содан бастап настроение түсіп кетеді, театрға келіп концертте уже бүйтіп отырады. Бәрің үлгересіңдер, жақсы деп атса, уже мына жаққа көрініп. Солар Сингапурда сондай екен. Барлық келген мемлекетке келген таксиден бастады. Сонда аппақ перчаткамен керемет қылып, бүйтіп әдемі қылып апарып тастайды. А бізде қалай жаңағыдай темекі тартып отыра бере ме? Ничего, нормально, да. Еще таксистердің өздері айтады, жаңа мына элерті ғой, тоқтап қалған алдында бүйтіп әңгіме айтып кетеді еще саған. Мақтаудың орнына жаңағы. Қыздар отырса да, девушка телефондай, давай, что ты так, әңгіме айтып отыр. Сосын ойлайды, бүкіл қаланың бәрі сондай адамдар шығар тұрып отырған деп. Неге мынандайын біреуін салып қоймаймыз деймін да, мысалы үшін училище ма, колледж ма әдемі қылып. Осы жаққа түседі. Осы жаққа келеді. Главный жақсы жер болса болды. Алдында фонтан керемет қылып тұрса, біздің елімізде сварщикте, электрикте, тағы басқалар көп болады. Алар көп болса, жаңағыдай ғимараттар бізде ешқашан тоқтамайды. Рахмет.